Жадыда мені шақырады. Жас Абыл, Маңғыстау облысы Асан Абыл. Құрметті спорт серігім, бүгінгі сайыс жарысымызда ашық тем. Жасөспірімдер арасында өтіп жатқан ел біріншілігіне қош келдіңіздер. Мемлекет басшысының еліміздің спортын дамытуға берген тапсырмасына сәйкес
ел біріншілігі жыл сайын өтуде. Осы жылғы ел біріншілігінде 820 спортшы қатысуда. Осы жарыстан бастау алған спортшылар ұлттық құрама сапына енуге мүмкіндік алады. Осындай жарыстан бастау алған спортшыларымыз әлемдік аренада еліміздің абыройын, көк туын абыроймен көтереді деп сенеміз. Кең қанат жайында қосқан үлесіңіз үшін шынайы алғысымызды білдіреміз. 53 жасқа толып отырған мерей жасыңызбен құттықтай отырып, өзіңізге тілейтініміз мықты денсаулық, ғұмырыңыз ұзағынан көрер қуанышыңыз молынан болсын. Құрметпен Қазақстан теңіз. Меня зовут Севинча Абдукадырова, я в 40 килограмм получила первое место сегодня. Спасибо моему тренеру Шамбулу Тагаю и моему папе, и всем остальным тренерам сборников. Спасибо всем большое за то, что подготовили меня к этому чемпионату. Все. Қай облыстың спортшысына күрескен қиын болды саған? Все хорошо были. Никого не могу судить так. Хорошо-плохо, все хорошо проборолись. Все. Әсерің қалай? Чемпион болған қалай екен? Очень классно. Впервые, если честно. Все. Можно. Kırık zaman derecesinde medalmen kendine ulaşılan Kamila Abdullayev Mangistau olması. Gelişim Tunceli Spor Baskanlığı Başkanı ormanları Aydos Erdoğan'la Kaltay. Чемпионат жақсы деңгейде өтіп жатыр. Бұл чемпионатқа біз 300 орда өткізіп, жақсы темір көтеріп, жақсы дайындықпен келдік. Үшінші схватка енді. Екі схватка өрін, бір схватка свободный болды. Алда финалға дейін екі схватка бұйырса финалдамыз. Қарсылас, барлық қарсылас мықты. Азия әлем чемпионаттарында күресіп жүрген қарсыластар. Арман қандай болашақ? Арман әлем олимпиада чемпионы болу. Иншалла. Екінші Бекзан Құлжабаев жетті. Жамбыл облысы. Қанша жолдың көлемінде айналысып келді? Екінші Бекзан Жүзу күресінен 7 жыл, 8 жыл болды. 2006-2007 жылғыларда екінші орын алып қалған болатын. Бұйырса бүгін чемпион болам деген ойдан. Жақсы, рахмет, сәттілік ал. Мен Баймахамбетов Мейірлан, жасөспірімдер арасында Қазақстан аға бапкерімін. Осы өзгерістің. Жарысына ел чемпионаты бүгін бірінші күн бастау алды. Жарыс өте жақсы өтуде. Бүгін балуандарымыз 2 салмақ дәрежесінде ұлдар, 3 салмақ дәрежесінде қыздар күресіп жатыр. Және де мына жарысты ұйымдастыруына келсек, ұйымдастыру жағы өте жақсы, керемет, қолайлы мына спортшыларға және жаттықтырушыларға.
осы Түркістан облысының дене шынықтыру басқармасына және дзюдо федерациясына үлкен алғысымызды айтамыз. Осы жарыстан орын алған, жеңімпаз болған балалар алдымызда бізде Азия чемпионаты бар, әлем чемпионаты бар. Соған іріктеліп, сол жақта өздерін бақтарын сынайтын болады. Одан да бөлек Азия әлем чемпионатына дейін бірнеше Кубок Европа, Азия кубоктары бар. Сол жерлерде жаңағы орынға ілікпей қалған, жақсы өнер көрсеткен спортшыларды сонда күрестіріп, еліміздің дзюдосын көтеру үшін. Балуандарымыз 8 салмақ дәрежесінде қыздар және ұлдар болып күреседі. Бүгін 2 салмақ дәрежесі ұлдар, 3 салмақ қыздар, ертең 3 салмақ ұлдар, 2 салмақ қыздар болып күреседі. Барлығы 600-ден астам спортшы қатысуда ел чемпионатына. Балалардың, спортшылардың жалпы жарысқа дайындықтары, аяқ алыстары, деңгейлері өсіп қалған, көріп отырмыз. Барлығы жақсы дайындықта келген. Енді тек мықтылар жеңіске жетсін дейміз. Оның ана өңірде, мына өңірде де бөліп жаратын жоқ. Қазір дзюдо спорты біздің Қазақстанда кеңінен тарқалып, кеңінен дамып жатыр. Қай облысты, қай өңірді алсақ та, біздің дзюдо спорты жақсы қарқын алып, жақсы нәтижелер көрсетіп жатыр. Өсіп келе жатқан жасөспірімдер үлкен болашақтан үміт күтуге болады әр спортшыдан. Яғни алдыңғы буын ағалар, Елдос Смет болсын, Ибраев Рустам болсын, Жансай Исмағұлов болсын, сол кісілердің жолын қуатын ізбасарлары міне өсіп келе жатыр. Былтырда әлем чемпионатына барып, бір әлем чемпионы және де күміс қола жүлдегерлері алып, еліміздің дзюдосы осал емес екенін дәлелдегенбіз. Биылда Алла қаласа сондай мақсатпен, сондай дайындықпен барып, тағы да алтын көбірек әкелеміз деген үміттеміз. Енді Азия чемпионаты қайда өтеді деп күтіліп жатыр? Әлем чемпионаты және одан кейін. Азия чемпионаты мынау август айында Корея елінде болады, Алла қаласа. Одан кейін әлем чемпионаты бар, ол Түркменстанда, Ашхабад қаласында болады. Қайда болады? Ол ноябрь айында болады. Азия чемпионаты, октябрь айында. Октябрь айында әлем чемпионаты. Әлем чемпионаты Ашхабадта. Жақсы, рахмет. Бүгінгі Қазақстан чемпионатына 2007-2008 жылы туылған жасөспірімдер арасында, ұлдар мен қыздардың арасында өтіп жатыр. Бұл чемпионатқа елімізден 20 өңірінен 820-дан аса спортшы қатысып жатыр. Бұл спортшылар осы Қазақстан біріншілігін ұтқан спортшылар осы 2024 жылы Азия чемпионатына қатысады, әлем чемпионатына қатысады. Және де осы Қазақстан біріншілігі осы біздің рухани еліміз Түркістан қаласында, Түркістан облыс атағын алғалы бірінші мәрте өтіп жатыр. Жалпы осы Түркістан облысы дзюдо федерациясының тарапынан осы жарысқа үлкен деңгейде көмек көрсетіліп жатыр. Жалпы спортшылардың барлық жабдықтарын, формалары бар, спортивный инвентарьлары барлығын әперіп жатырмыз. Осы жарысты Түркістан облысының дзюдо федерациясы осы жарысты өткізіп жатыр. Жалпы осы федерацияға келгелі біз іштей өзіміз анализ жасаймыз. Анализ жасап көрген кезде жалпы осы біздің спортшыларымыз алға қарай өте қарқынды дамып келе жатыр. Қазір бізде Қазақстан чемпиондарымыз бар, финалистеріміз бар, және де әлем біріншілігіне қатысып атқандарымыз бар. Қай жақты Жарыс қалай болды? Қанша кімдермен кездестің? Қай өңірлермен кездестің? Қайсысы қиын болды? Дайындығың қалай болды? Давай соның бәрін айт. Бір әсеріңді айт сосын. Осы жарыс мен үшін өте сәтті өтуде. Мен Жетісу және де басқа да облыстардың қыздармен күрестім. Олар да өте жақсы дайындықпен келген. Осы жарыс мен үшін өте жауапты жарыстардың бірі. Алдағы Азия әлем чемпионаттарына қатысу үшін осы жарыстарда жеңіске жетіп, Алла қаласа әлем чемпионы болуға тырысамыз. Қай салмақта өнерге жеттің? 48 килограммда. Жалпы қай балуанмен белдесу қиындау өтті? Менің
екінші айналымда атыраулық қызбен күресін кішкене жақсы дайындықпен келген екен, сәл қиындау болды. Белдесуде кіммен енді? Ол меніңше енді анықталады. Аты жөнің не? Мен аты жөнім Тағай Сымбат. Тағай Сымбат. Иә. Түркістан облысы? Түркістан облысы. Қайсы ауыл? Сарыағаш ауданы. Сарыағаш ауданы. Жақсы, молодец. Тағай Сымбат. Иә, рахмет.